Ал достар, екінші бөлімде дәл осы монтаждардың біз переходтарын қалай қырқу керек екенін кішігірім түсіндіріп өтемін достар. Неке өзіме керекті жаңа видеолар таңдап алған болатын. Дәл осы жерден біздер енді темадан бастайық достар. Бұл жерде готовый интролар өте көп достар. Сіздерге қажетті болатын, яғни видео монтажды енді бастап жүрген жігіттерге бұл Vivo видеоның интролары өте қажетті болады. Your text деген жерге достар, your text, яғни сенің текстің деген жерге достар, Miko Pro деп жазамын дәл осы жерге. Miko Pro. Енді басқа ешқандай ойыма нәрсе келмейді, шыны керек. Miko Pro дәл осы жерге интроның названиесін жазамын. Бұл жерде бір ғана минусы шрифттерді ауыстыруға болмайды. Басқаша барлығы да дизайны өте керемет. Мінекей интролардың түр-түрі достар мен алдын ала скачать етіп қойғам. Және де қазір бұларды қай жерден скачать ететінін көрсететін боламын сіздерге. Неке достар, енді өте түрлі дизайндағы, яғни интролар өте көп достар. Бұл жерде енді бір минусы бұл интролардың бар жоғы 3 секунд, бірақ та бұл видеоның арасына тығып отыруға өте қажетті. Неке енді түрлі, яғни шыны керек түрлі интролар бар, видеоны қалай бастау. Енді біреулер 3 секунд болса, біреулер одан да көп. Біреулер мінекей мына теманы таңдасаңыздар, тіпті өзі монтаждап береді. Ары-бері көрдіңіздер, видеоны зум қылып, ары-бері қозғалтып. Шынында неке достар, енді өздеріңізге керекті, егер қажетті деп тапқан интроларды, жай ғана темаларды, яғни үстінен басып скачать етіп қойсаңыздар болады. Әрі қарап өзі скачать етіле береді. Бұл жерде абсолютно барлығы тегін. Мінекей көк батырманы басамыз, яғни осы загрузка батырмасын бассаңыздар достар, мына жерде сіздерге мыңдаған әртүрлі тақырыптағы темаларды шығарып береді достар. Бұл жерде туған күнге байланысты, жазға байланысты, қыдыруға байланысты, жас балдарға арналған интролар, яғни темалар, тақырыптар, яғни видеоның тақырыптарына арналған түрлі керекті құралдар бар достар. Мінекей үстінен басасыз, жай ғана жазудың үстінен бассаңыздар, бұл жерде қандай интро екенін сізге қысқаша көрсетіп береді. Бұны скачать етіп көрмей-ақ. Неке туған күнге арналған интро екен. Бұл жерде барлығында өзінің орнымен пайдалансаңыздар, шынында да керемет дүние шығаруға болады достар бұл жерден де. Неке егер өздеріңізге қажет деп тапқан нәрселерді, неке шоу тайм дейді, телевизордың арасына кш деп жіберетін білесіздер достар. Дәл сол. Неке мына жерден қазір мен өзіме бір керектісін көрейін. Неке синема, яғни телевизор қазір ашып көрейік достар. Неке ашып көрдік, дәл осыны ашып көргеннен кейін 1, 2, 3 неке жаңағы менің авамдағы сурет сияқты болады екен. Дәл сол жерден ары қарап шығарып қойсаңыздар болады. Загрузить. Әрмен қарай загрузить батырмасын басамыз. Загрузить етілді достар. Әрмен қарай енді теманың ішінен тауып алып оны достар пайдалана бересіздер. Егер не қажет емес болса, no батырмасын басып кетесіздер. Ол кезде уже тема қойылмайды. Музыканы көрсетпей қойын, музыка өте оңай. Енді мына жерден бастап қайшы батырмасынан бастап түсіндірейін достар. Неке қайшы батырмасын білесіздер, 1-2 видеода да мен түсіндірген болатын. Копировать, яғни көбейтетін варианты, удалить ете саламыз бұны. Неке енді қайшы қысқарту барлығы да түсінікті деп ойлаймын достар. Неке мына жерден қысқаша түсіндіріп өтейін. Жоғарыдағы X-ті бассаңыздар удалить етіледі. Ал мынау без звука, яғни звуктың батырмасын бассаңыздар, видеоның звугын өшіріп тастайды достар. Неке ал енді мына жерде 3 нүктені бассаңыздар достар, бұл жерде бір мына жерде перемотка назад деген батырма бар достар. Үстінен бассаңыздар, сіздердің видеоларыңызды обратный сторонаға жылжытып береді. Неке басы, яғни видео назад жүргізіп береді, яғни артқа қайтарып береді. Қайта бассаңыздар, орнына алып келіп береді. Енді әрмен қарай осы жерде скорс деген батырма болу керек достар. Неке бірінші тұрады скорс. Бұл жердің скорсы менің инстаграмды көретін жігіттер болса, мен видеоның тез жасалу процесін үнеме инстаграмға салып отырам. Мен оны дәл осы жермен жасаймын достар. Неке бірден сол жаққа қарап кетсеңіздер, видеоны жай қимылдатады, яғни баяу қимылдатады, ал бірден былай қарап кетсеңіздер, видеоны тез қылады достар. Дәл осы жерден видеоны тездетіп азайтып
үйренесіздер. Әрмен қарай текст, добавить текст. Бұл жердің тексттерді бір ерекше достар. Бір кішкене детскилау болмаса да бір өзіндік ерекшеліктер бар. Бұны да скачать етсеңіздер болады. Мына жер по умолчанию деген бассаңыздар достар, PicsArt'тың ішіндегі тексттерді копировать еткізіп, осы Viva видеоның папкасын тауып достар, соның ішінде фонтусқа келіп вставить етсеңіздер, тура осы жерден сіздегі шрифттердің барлығы да ашылады. Viva видеоның, яғни Хаййонг деп ма, сондай бір папка достар, шыны керек атын нақты білмеймін. Сол папканы тауып алып, соның ішін ақтарып отырып, фонтус деген папканы тапсаңыздар, соның ішіндегі PicsArt'тағы шрифттерді копировать етіп, соның ішіне вставить етсеңіздер, барлығы ашылады. Мен бұрында істеп көргем, ол міндетті түрде болды. Мінекей, егер енді алдағы уақытта қиындық тудырып жатса, мен оған да видео түсіру мүмкін. Дәл осы жердің түсін әрмен қарай қоясыздар, тексті аса қатты түсіндірудің қажеті жоқ, ол өте оңай достар. Видео монтаж жасап жүрген балдарға тіптен де тірлікте емес, шыны керек. Әрмен қарай микрофонды қойдым, енді қоймасаңыздар да болады, просто мен сіздерге түсінікті болсын деп қойып отырмын. FX, добавить FX. Енді бір маған өте қатты ұнайтын достар, бұл жердің FX-тері өте керемет. Маған қатты ұнайды, ерекше ұнайды. Енді дәл бұл FX-тер емес достар, мына жерде мен әлі толықтай скачать етпегенмін, себебі мен бұл FX-терді көбінесе пайдаланбаймын, себебі мен тек видео монтаждарға өте қажет емес. Мына жерде сіздерге көрсетейін достар. Мінекей, қазір видео дауыс шығар. Қазір екіншісі. Неге көрдіңіздер достар, осындай дауысымен ортасына қойып жіберсеңіздер керемет болады. Қазір найзағайды көрейік. Неге прям найзағайдың дауысымен салып береді достар. Бұны аспанды видеоға түсіріп, неге мынаның өзі де бір аспанды видеоға түсіріп тұрып, дәл осы эффект басып жіберсеңіздер, дәл түседі достар. Қазір айдаһарды қосып көрейік. Енді қазір қар адамы деген де бар достар. Енді кішкене скрин видео кетіп жатқасын кішкене қата достар. Бұл жерде енді керемет, енді мына жерде қолданылған эффекттердің барлығында звук бар достар. Енді бұның барлығын көрсетіп отыратын менде уақыт тығыз. Енді біреуін алып көрсете салайын, енді FX басылу керегін. Неке мынаны алып қазір бұның үстіне жай ғана бассаңыздар, өзі автомат түрде таңдалады достар. Қай жерге қоятындарыңызды қисайтып, жылжытып өздеріңіз тауып аласыздар. Неке. Әрмен қарай енді бізге де керекті мына жерде көрсете салайын. Мына жерде көбінесе видеоблогерлерге керек рек деген, яғни камераның суреті бар жоғарыдан. Неге ақша шашылып тұрған, дәл осы жерде видеоблогерлерге қажетті мына жерде бір-екі нәрсе бар. Қазір тарта салайын, неге астына түспей ақ қойын, ол жақты уже детский болып кетті. Неге қазір камера достар, рек деген камера. Мінекей үстіндегі лайктар. Енді достар, бұл жерде бір-екі стикерлер немесе эффекттер немесе бір переходтар істемей жатса, бұл жай ғана менің телефоным көтермейді, сіздің де телефоныңыз көтермеуі мүмкін. Сол себептен бұл жай ғана істемейді, оған қатты таңғалудың қажеті жоқ. Стикер достар, енді бұны түсіндірмей ақ қойын, бір бәле батырлар маған өте қатты ұнамайды десем де болды, шыны керек, бір қолға іліп аларлық еш нәрсе жоқ. Музыкадан да достар ешқандай қиындық жоқ. Бұл жерде жай ғана добавить музыка қылып ала бересіздер, керек жерлерін қырқып аласыздар. Мен сіздерге бас күрделі-күрделілерін түсіндіре кетейін. Фильтр. Неке фильтрден достар, фильтрден бұрын неке аудио, звукты түсіндіре кетейін достар. Бұл жерден сіздер видео сияқты аудио бассаңыздар болады неке. Болмаса мына шетте тұрған батырманы басып, дәл осы жерде достар ысқырық, шу, шапалақ ұратын, яғни видеоблогқа қандай дыбыстар керек, барлығы да осы жерде. Жай ғана қоя берсеңіздер болады. Неке енді бұл жерде фильтрлер. Бұл жердің тағы маған ұнайтыны, өте қатты ұнайтыны фильтр достар. Шынында да керемет фильтрлер бар, неке дәл түсетін киношный эффекттер беретін, киношный фильтрлер беретін эффекттер бар. Енді бір видеоға қандай эффект таңдайсыздар, сол себептен барлығына да сол біреуін таңдауға тырысыңыздар достар. Барынша барлығы да бірдей болады. Енді әрмен қарай бұны арт жағына кете берсеңіздер достар, адамның бетін теп-тегіс қылатындай эффекттер бар. Viva видеомен жаңағы снятпен түссеңіздер, селфи арқылы адамның бетін теп-тегіс қылады. Енді әрмен қарай переход. Жаңағы менің видео монтажымда достар жай ғана удачно түсірілген кадрлар. Әрмен қарай мына жерден тек қана мен переходтарды қолдандым. Түрлі мына бірінші переход, глич переход дейді.
сол переходтарды жай ғана орындарын ауыстырып өзіне келеді ау дейтін жерлерге қойып отырдым, болды. Менде әрмен қарай монтаж шықты. Басы сіздер бір удачный бір 5 секунд 6 секунд жай түсіріп сол видеолардың барлығын қосып ортасына осылай әртүрлі переходтар жіберсеңіздер, шынында да керемет болады достар. Неге егер бұл жерге переход қойылмаса пустой болып тұрады, егер қойылса мінекей мынандай сары сұр түсті болып тұрады достар. Ол видеоның бір несі удачный музыка таңдалуымен және переходтардың дұрыс қойылуы. Әрмен қарай отправка батырмасын басасыздар достар. Мінекей экспортты басасыздар, экспортты басқасын өзі әрмен қарай экспортталады. Достар, мінекей сіздерге толық түсіндірдім деген ойдамын. Сіздерге ұнаса өте қатты қуаныштымын достар. Видео кеш шыққанына өте қатты кешірім сұраймын достар. Видеомен де монтаж жасап көріңіздер, біздің топқа жіберіңіздер. Әрін міндетті түрде сіздердің жұмыстарыңызды бағалайтын боламыз. Сіздермен болған мен Мико Про достар. Сау саламатта болыңыздар. Амандықта жүздескенше.